Сәлем достар, мен сіздерге бүгін ноутбукқа немесе компьютердегі Wi-Fi-дің паролін қалай білеміз ол туралы айтқым келіп тұр. Менің каналыма жазылып, лайк басып отырыңыздар. Ендеше кеттік. Ең бірінші бізге программист Wi-Fi-ді қондырып кетсе, біз немесе жазып алсақ, ұмытып қаламыз. Оны біз қалай біліп аламыз? Ең бірінші біз плюсканы басамыз. Басқаннан кейін мына жерде настройканы жүреді тұр, параметрді басамыз. Параметр кіргеннен кейін сеть интернетті таңдаймыз. Одан кейін мына жерде осындай бет состояние ашылады. Енді төмен қарай түсіп, кішкене мышканы төмен қарай түсіріп, мына жердегі центр управления сетями общими доступными деген бар, соны басамыз. Одан кейін мына жердегі интернет деген көп боялып тұр. Беспроводная сетьті басамыз. Одан кейін мына жердегі екінші свойство беспроводной сети басамыз. Енді мына жерде безопасностьті басамыз. Енді мына жерде бізге міне ключ шықты, яғни пароль шықты. Астына галочка қойып, парольді көріп алып, телефонымызға жазып, Wi-Fi-ға кіре береміз. Достар, егер видео пайдалы болса, подписаться етіп, лайк қойып отырыңыздар. Кездескенше.